Қайнымен өткізген естен кетпес түн. Сәлем достар, сіздермен бірге түнгі хикаялар арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Кештің қою қараңғылығы ауылды тыныштыққа бөліп, терезеден түскен ай сәулесі бөлмені күміс түске бояп тұрды. Үй іші ұйқыға кеткен. Тек менің жүрегім ғана тыныштықты бұзғандай дүрсіл қағып тұрды. Жазғытұрым ауылға келген қайнымды көрген сәттен-ақ көңілімде бір түрлі сезім оянған. Ол бұрынғыдан өзгеше, салмақты, сырлы, бір түрлі жақын болып кеткендей. Бүгінгі кеш бізді әңгімеге жетеледі. Ас үйдің шамын бәсең жағып ұзақ сөйлестік. Әңгімеміз бірде әзілге, бірде терең сырға ауысты. Ол маған қараған сайын көзінде жылы сәуле, жасырын бір нәрсе бардай көрінді. Түн ортасы ауғанда ол: «Жеңеше, сізбен сөйлескен ерекше жүрек тынышталып қалады», деді сыбырлап. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Жүрегімде әлдеқандай құпия діріл пайда болып, көздеріміз бір-біріне қадалды. Біз ештеңе айтпадық. Бірақ үнсіздіктің өзі бәрін жеткізгендей еді. Түн ұзаққа созылды. Біз бір-бірімізге жақын отырып, жүректің шынайы тілін тыңдадық. Ай астында айтылған сырлар, қолдың жеңіл жанасуы, көздің үнсіз сөйлесуі сол түні өмір бойы ұмытылмас естелікке айналды. Таң ата біз әлі де үнсіз едік. Бірақ жүрегімізде сақталған сол түн тыйым салынған, бірақ мәңгі есте қалатын құпиямызға айналды. Таңға жақын біз әлі де ұйықтамадық. Терезеден сығалаған таңның бозғыл сәулесі бөлмені жарықтандыра бастады. Қолымыз бір-біріне тисе, жүрегіміз дүрсілдеп, үнсіздіктің өзі сырға айналды. Ол маған қарады. Сол қараста жасырынған көп нәрсе бар еді. Іңкәрлік пе, әлде жүрекке сыймай тұрған шындық па, білмедім. Кейде сізді түсінемін, бірақ айтқым келмейді. Айтсам, бәрі өзгеріп кетердей, деді ол сыбырлап. Мен де үнсіз басымды изедім. Себебі ішімдегі сезімдерді сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. Қолымызды тартып ала алмай, ұзақ отырдық. Жүректеріміз құпия әуенге қосылғандай соғып тұрды. Сыртта таңғы самал есіп, ауылдың қораздары шақыра бастады. Бұл түн бізге мәңгілікке қалар бір сырлы естелік сыйлады. Біз ештеңе артық істемедік, бірақ сол үнсіз құштарлықтың өзі бәрінен де күштірек болды. Ол орнынан тұрып терезеге қарады. Мына таң бәрін жасырады, жеңеше. Бірақ біз екеуміз білеміз, бұл түнді ешқашан ұмытпаймыз, деді күлімсіреп. Менің жүрегім сол сәтте дір етті. Расында, бұл түн ешкімге айтылмайтын, жүректе сақталатын жасырын сыр еді. Таң атты. Үй іші оянып, бәрі әдеттегідей тіршілігіне кірісті. Мен ас үйде шай дайындап жүріп, әлсін-әлсін түнгі сәтті ойлап, жүрегім дір ететін. Әрбір қимылымда, әрбір сөзімде біреу біліп қоя ма деген үрей бар еді. Қайнымда таңертеңгілік дастархан басында өзгеше отырды. Көзі менен қашқақтап, бірақ кейде байқамай ұзақ қарайтынын сезіп қалатынмын. Оның үнсіздігі бәрін айтқандай еді. Күн ұзаққа ауылдың тірлігімен жүріп, ойымды бөле алмадым. Бәрібір ойым қайта-қайта түнгі үнсіздікке барып тірелді. Бұл қателік пе, әлде тағдырдың тосын сыйы ма деген сұрақ мені мазалай берді. Түстен кейін ауладағы үлкен ағаштың көлеңкесінде екеуміз жалғыз қалдық. Ол үндемей біраз отырды да ақыры: «Жеңеше, кеше түнде біз үндемей-ақ көп нәрсе айттық. Мен осы сезімді қалай ұмытайын?» деді. Жүрегім шым ете қалды. Бірақ сыртқа сездірмеуге тырыстым. Бұл құпия бізбен бірге қалсын. Ешкім білмеуі керек. Әйтпесе бәрі бұзылады, дедім ақырын ғана. Ол басын изеді. Бірақ көзіне мен сізді жоғалтқым келмейді деген жасырын жан айқайын оқыдым. Сол сәттен бастап біз бір-бірімізден қашқандай болдық. Көз қарасымыз түйіскен сайын түнгі естелік қайта оралып, жүрек дүрсілдеп қоя беретін. Бірақ біз ештеңе айтпадық. Бұл үнсіз арпалыс күннен күнге күшейе түсті. Күндер өте берді. Әр таң бір сынақ, әр кеш жүректі қинайтын үнсіздікке толы. Үй ішінде бәрі қалыпты, бірақ біздің ішкі әлемімізде дауыл тұрды. Қайным маған бұрынғыдай еркін сөйлей алмай қалды. Әзілінің өзі шектеулі, көзқарасы да қысқа. Бірақ сол қысқа ғана қараста қаншама сөз, қаншама сағыныш жасырынғанын жүрегім сезетін. Бір күні кешкісін аулада жалғыз отырғам. Ол да жаныма келіп отырды. Үнсіздіктен кейін батылданып сыбырлады: «Жеңеше, сізді ұмытуға тырыстым.
Бірақ күн сайын қиындай түседі. Сізбен өткізген түн менің тағдырымды өзгертіп жіберді. Менің де жүрегімде солай екенін білемін. Бірақ айтуға қорқам. Біз бұл сезімге ерік бере алмаймыз. Өмірдің өз ережесі бар. Егер бір қадам қателессек, бәрі күйрейді, дедім дірілдеген даусыммен. Ол қолымды ұстап ұзақ қарап қалды. Бәлкім, бұл өмірдің ең ауыр сынағы шығар. Бірақ сізді жүрегімнен өшіре алмаймын. Қай жерде жүрсем де, сізді сағынып өтетін сияқтымын, деді. Сол сөзден кейін жанарымнан жас шығып кетті. Себебі мен де дәл солай сезінетінмін. Бірақ бізге таңдау жасау керек еді. Сезімді жүректе сақтап, алшақ жүру ме, әлде тағдырды бұзып, бәріне қарсы шығу ма? Түн ортасында төсекте жатып ойға баттым. Қайнымның сөздері құлағымнан кетпей қойды. Жүрегімнің түбінде әлде бір дауыс, бұл сезім тыйылмайды, ерте ме, кеш пе, қайта оралар, деп сыбырлай берді. Күндер сырғып өте берді. Сыртымнан бәрі тыныш көрінгенімен ішкі жан дүнием алай-дүлей. Кейде көзімді жұмсам, әлгі түнгі үнсіздік қайта тіріліп, жанымды күйдіріп жіберетін. Бір күні ауыл сыртындағы өзен жанына жалғыз бардым. Жағада отырғанымда аяқ дыбысын естідім, ол еді. Екеуміз көпке дейін үнсіз отырдық. Тек өзеннің сыбдыры ғана ішкі ойымызды тыңдап тұрғандай. Жеңеше, деді ол ақырын, мен сізді көрмей тұра алмаймын. Көзқарасыңыздың өзі маған күш береді. Бірақ бұл сезім бізді қайда апарады? Жүрегім аузыма тығылды. Айтқым келді, мен де сізді ұмытпадым, бірақ тілім бармады. Бұл біздің құпиямыз ғана. Басқа ешкім білмеуі керек. Тағдыр бізді бұлай сынайды деп ойламаппын, дедім көзімнен жас шығып. Ол қолымды ұстап маған қарай еңкейді. Жүрегім дүрсілдеп, сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Көздеріміз қайта түйісті. Екеуміз ештеңе айтпадық, бірақ ішіміздегі от үнсіз ақ бәрін баяндап тұрғандай еді. Сол түні біз тағы да бір-біріміздің жанымызды жақын сезіндік. Бірақ бұл жолы бұрынғыдан да ауыр болды. Себебі таң атқанда бәрібір шындыққа, күнделікті өмірге қайта оралуымыз керек еді. Сол түннен кейін біз көп ойландық. Әр қарас, әр сөз жүрегімізге найзадай қадалатын. Бірақ өмір өз заңын жүргізеді, біз оған қарсы тұра алмадық. Бір күні ол маған ашық айтты. Жеңеше, мен сізді шын жүрегіммен жақсы көремін. Бірақ бізге бірге болу мүмкін емес. Бұл сезім менің өмірімдегі ең тәтті, ең ауыр құпиям болып қалады. Мен үнсіз ғана басымды изедім. Себебі дәл сондай ой менің де жүрегімде тұрды. Біз бір-бірімізді жақсы көрдік, бірақ сол махаббатты ешқашан ашық айта алмайтынымызды білдік. Таңғы салқын самалда қоштасқандай ұзақ қарадық. Қолымыз бір-біріне тиіп барып ақырында ажырады. Сол сәтте жүрегімде бір дәуір аяқталғандай болды. Ол басқа қалаға жол жүріп кетті. Үй іші үшін бәрі жай ғана оқу мен жұмысқа кеткендей көрінді. Бірақ мен үшін бұл ең үлкен айырылыс еді. Уақыт өтті. Күндер айға, айлар жылға айналды. Өмір өз арнасымен жалғасты. Бірақ түнде жалғыз қалғанда кейде әлі де көзімді жұмамын. Сонда әлгі бір естен кетпес түн қайта тіріліп, жүрегімді жылтып өтеді. Иә, біз тағдырға қарсы тұра алмадық. Бірақ жүрегімізде сақталған сол түн өмір бойы өшпейтін жалын болып қала берді.